Сәлем, сіздермен бүгін самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қамырларыңыз өте қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Ал ендеше каналыма тіркелген болсаңыздар, бастаймыз. Ыдысымызға жылы суымызды және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Суымыз міндетті түрде жылы су болу қажет, және де бізге бір жұмыртқа қажет болады. Суымызды ыдысымызға құйып, үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де ұн-елегіштен өткізіп отырып, ұнымызды салып, орташа қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңызды міндетті түрде ұн-елегіштен өткізіңіздер, сонда қамырларыңыз біркелкі болып шығатын болады. Екіге қамырымызды бөліп, жарты сағат көлемінде қойып қоятын боламыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Бірінші қамырымызды жайып алып, үстінен ертілген сармайымызды, немесе тоң майларыңыз болса, тоң майларыңызды кез келген сармай жарай береді. Жағып, қолмен немесе щетканың көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Менде қамырым үлкен болғандықтан, қолдың көмегімен майларымды жақсылап жайып шықтым. Жағып болғаннан кейін екінші қамырымызды жайып, үстіне орналастыратын боламыз. Самсаның қатпарлы болуы тікелей осы жаққан ортасындағы майымызға да байланысты болады. Майларыңызды кішкене қатырып барып, жақсаңыздар. Жаққан кезде қатса, қамырларыңыз қатпарлы болып шығады. Екінші қамырдың үстіне де майымызды жағып, 5 минут көлемінде қоятын боламыз. Содан соң, дәл осылай видеодағыдай біркелкі етіп орап алатын боламыз. Морозильникке жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін алып, самсамызды дайындай беретін боламыз. Самсамызды барлығын осылай кесіп алатын боламыз. Сосын дөңгелек етіп жайып, кез келген формада самсаларымызды түйіп алсаңыздар болады. Алдын ала пешке қыздырып алатын. Пешімізді қыздырып алып, дөңгелек етіп тәріздес етіп жайып, ішіне салмасын, кез келген салманы салып, пісіріп алсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқанымызды жағып, күнжітімізді де сеуіп аламыз. Қызып тұрған пешке салып, пісіп алдық. Өте жұмсақ, қатпарлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарың үшін рахмет. Сау болыңыздар.